Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз жұмсақ, дәмді, балапандарыңызға ұнайтын печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май және де қант керек болады. Екеуін біріктіріп, жақсылап тұрып миксерлейміз. Толыққанды сары май мен қант бір-бірімен бірігіп болғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын аз-аздан салып отырып тағы да миксерлейтін боламыз. Бұл жерде жұмыртқаны бірден сала салуға да болады, бірақ аз-аздан салып отырсаңыздар миксерлегенге ыңғайлы болады. Жұмыртқаның сарысы біркелкі болып массамен толыққанды біріккеннен кейін барып біз миксерлеуді тоқтатамыз. Сосын ыдысымыздың шет-шетін барлығын лопаткамның көмегімен тазалап, тағы да лопаткамен араластырып жіберетін боламыз. Осы массаның үстіне разрыхительді және онда саламыздағыны жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осы жерде ескере кететін жайт, онды бірден салмаймыз, аз-аздан бөліп саламыз. Сол кезінде біздің қамырымыз жұмсақ болғанын білеміз. Ал егер сіздер бірден онды көп салып тастасаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Барлығы шамамен 350-370 граммдай ұн қажет болады, бірақ сіздер аз-аздан салып отырып, қамырларыңыздың консистенциясына байланысты көресіздер. Яғни қолға сәл жабысатын жұмсақ қамыр болу керек. Қазір қараңыздар, қамырды бір қолдарыңызбен ұстаған кезінде ол ақырын былай созылу қажет. Яғни созылмалы жұмсақ болса, бұл жеткілікті, қамыр дайын деген сөз. Салафанға, пищевая пленкаға салып, холодильникке 30-40 минутқа қойып қоямыз. Салқындатылған қамырды алып, қалыңдығы 2 см қылып жаямыздағыны әртүрлі формочкамен кесіп шығамыз. Осыны духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне осындай өте керемет печенье шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірден жасай салып бітіп қалатынына мен сенімдімін. Ас болсын.